үш заң жобасы қазақ тілінде дайындалды дегенде жар салып айттық. Бізде заң жобаларының бәрін қазақ тілінде дайындауға не кедергі? Бұл мәселені мен және депутат Абзал біз өте қатты көтеріп жүрміз. Негізі жалпы заңды жазу үшін нақты үш бағыттағы мамандар қатысады. Біріншісі заңды жазатын, әзірлеуші топтар қатысады. Екінші жалпы заңды қолданып жүрген практиктер, олар өте белсенді қатысу керек. Үшінші эксперттер қатысу керек. Міне осы үш топтың үшеуі де қазақша сөйлейтін болу керек. Бізде өте қиыны заң әзірлеушілер заңды қазақша жазып дайындай бастаса, практиктар қазақшасы жетілмейді. Одан қалатын болса, эксперттеріміздің қазақшасы нашар болып шығып жатады. Міне осындай қазақ тілінде жасауға біраз өз мәселелер бар. Дегенмен үш заң жобасы келді. Оның біреу жаңағы мен жоғарыда айтып кеттім, заң норма шығармашылық жетілдіру туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мен менің жетекшілігімен қарастырылып жатыр. Қазақ тілінде талдаған кезде бәрін қазақ тілінде жақсы талқыланып жатыр. Екіншісі архивтік іс жөніндегі заң жобасы, ол парламенттік қабырғасында қазір талқылау өтіп жатыр. Ал енді үшіншісі Түркістанның ерекше мәртебесі туралы заң болатын, ол қабылданып кетті. Енді Түркістанның ерекше мәртебесі туралы заңды қазір мен ойлаймын, Түркістан халқы және басқа халықтарды оқып келіп жатқан кері байланыстар бар. Заң өте жатық, қазақ тілінде жазылған деп айтады. Енді мынау разночтение дейміз, екі түрлі оқу кезінде бұрында орыс тілі нұсқасы негізге алынатын, ал қазақ тілінде дайындалған заңдар демек қазақ тілінде нұсқасы негізге алынады ғой? Негізгі жалпы бұның енді преемственность дейміз, жоғары көтеру жоқ. Негіз мемлекеттік тілдік нұсқасын біз басшы деп қарауымыз керек. Сондықтан қазірде біз заңды қараған кезде бұрынғы шақырылымдардан өзгешілігі, сіздер өздеріңіз білесіздер, қазір депутаттардың 85-90% қазақ тілінде сөйлейтін депутаттар, қазақ тілінде оқитын, түсінетін депутаттар. Сондықтан жұмыс тобында біз қазақ тіліндегі нұсқасын басшыға алып отырып талқылаймыз. Орыс тілін қойып, кейде кәдімгі сол жерде ретке келтіріп жатамыз. Бір мысал айтайын, құрылыс кодексін талқылап жатқан кезде жәнегі салыстырмалы кесте қазақ тілінде дайын болмады. 22 депутат біз орнымыздан тұрып талқыламай кетіп қалдық. Қазақ тіліндегі нұсқасы қолымызға келмейінше біз қарамаймыз. Міне осындай азаматтық позициялар қазір ұстанымдар ұстанылып. Рахмет.